Баршаңызға сәлем. Бүгін біз қамырды қажет етпейтін, оңай әрі жасалуы тез сосиски в тесте әзірлейтін боламыз. Бізге қаймақ, лаваш, 2 жұмыртқа, сосиски және де сыр, яғни ірімшік қажет болады. Ірімшігімізді үккіштің осындай үлкен жермен өткіземіз. Сыр жабысып қалмас үшін осындай үккіштің ішін, сыртын майлап аламыз. Содан соң начинкамызды дайындаймыз, яғни қаймаққа сырымызды салып араластыратын боламыз. Енді кесілген лавашқа начинкамызды жағып, сосисканы саламыз да ораймыз, яғни трубочка жасаймыз. Көрсетілген тәсілдегідей барлығын осылай түтікше етіп орап, дайындап қоямыз. Мен жартысына қаймақпен жасалған начинканы қолдандым, ал жартысына тек сырдың өзін ғана қолдандым. Бұл жердегі айырмашылық, егер қаймақпен болса, кішкене сочный болады. Ал қаймақсыз болса, просто сыр еріп, дәмді болады. Екеуі де негізінде ондай қатты айырмашылық жоқ. Сол үшін қаймақсыз да, қаймақпен де дайындауға болады. Барлығын осылай бір тарелкаға дайындап қойдым. Енді 2 жұмыртқамызға кішкене тұз салып, араластырып кляр дайындаймыз. Майымызды алдын ала қыздырып қоямыз. Қатты қызып кетпеу керек. Енді осылай клярға аунатып, 2 жағын қызарғанша қуырамыз. Дайындалуына 5 минут уақыт кететін дәмді оңай сосиски в тесте дайын болады. Менің каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий жазып, менімен бірге болыңыздар.